Баршаңызға сәлем. Қазір мен кетіске көйлекті қалай пішуін үйретемін. Ол үшін бізге белінің ұзындығы керек. Белінің ұзындығын біз 28 аламыз. Міне, енді мойнын аламыз. Ошы бізде 12 сантиметрді екіге бөліп саламыз. Мінекей 12-ні алып, екіге бөліп саламыз. Бұлай қарай, төмен қарай 8 сантиметр емес, 7 аламыз бұған. 7-ні бүйтіп қосамыз. Бұлай қарай бізде 8 сантиметр болады. Мына жерден біз 3 сантиметр алып, мына жері 3 болды. Енді осы жерден төмен қарай біз 15 сантиметр, 15 емес, біз 12 сантиметр аламыз. Мына жер бізде 12 сантиметр болды. Мына көкірегіміз, оғымыз бөлеміз 2-ге. Бізде 30 сантиметр болды. Көкірегінің айналасы. Сол 30 сантиметрді тауып аламыз. Бұны бүктеп, үстіп сала саламыз. Мінекей, етегіне де тура солай. Олардың белдері қынамай емес, қарындары қампиып қалған болады. Сол себептен бүйтіп сызып алдық. Мына жерден енді біз тіке түсіреміз бұяқ қарай. Түсіріп алдық. Енді кішкентайларға мынағынан 3 сантиметр қосамыз. Сөйтіп, бұны да қосып аламыз бұлай. Мына жерден 2 сантиметр алып, бұны жұмырлай саламыз. Жоғары қарай бір 5 алсаңыз болады. Мінекей, үстіп жұмырлап шығардық. Енді біз осы екеуінің ортасын аламыз. Ремень тігу үшін бізге керек. Міне детскийлардың бар болғаны осы. Осылай алдында, артында осы лекалман пішіп аламыз. Арты 3 сантиметрдей болады, мінекей. Міне осыны қазір біз қырқып аламыз. Бүктеп алып, қазір осы неменен өлшеп көреміз. Мен юбканың ұзындығын 30 сантиметр алдым. 30 осы жағынан, келесі жағынан белгілеп сызып аламыз. Мінекей, осылай сызып қырқып аламыз. Міне осылай етегін дайын болды. Бұл етегінің ұзындығы міне 30 сантиметр. Қазір мерге кеудесіне қойып көрсеткенде менікінің ара қашықтығы 18 сантиметр болып тұр. Мінекей, мынаны қойғанда менікі 18 сантиметр болып тұр. Сіздер бұдан да көбірек ала берсеңіз болады, 20-25 қып. Міне біз енді жеңді пішеміз. Жеңнің ұзындығын 20 алдым. Мына жағын мен қағазды бүктеп алдым. Мен ширинасын фонарик қылу үшін осы 18-20 басаңызда, бұл өзіңізге байланысты. Мінекей 18 алып отырмын. Бұны бұлай сызып аламын. Міне бұлай қарай 14 ала береміз. Бұл біз бұрын үлкендерге де тура солай салатынбыз. Мінекей 14-іміз осы жерден болды. Қазір біз бұны бұлай сызамыз. Тура үлкендердікіндей қылып, мынандай қойы. Осы жерден бұлай бүктеп ортасын аламыз. Мына жерден бүктеп және ортасын аламыз. Көзбен алсаңыздар да болады. Төбеге қарай 2 шығарамын, төмен қарай 1 шығарамын. Бірді мынаға бүйтіп қоса салам. Мына жерден мен 2 шығардым. Бұны жоғары қарай бүйтіп қосып, мынаны мына сызыққа бүйтіп алып кеп
сыза саласыз. Мінекей үлкендердің жеңіне ұқсайды, бірақ кішкентайларда бұл өте жиылып фонарик қол болады. Енді кесіп көрсетемін. Мінекей сызғанымыз былай сыздық. Бүйтіп қарап тұрсаңыз, бұл менің қолыма шақ жең болып тұр. Мына жерін алып тастаймыз. Тура солай, үлкендердікі сияқты алдын сәл ойып аламыз бүйтіп. Мына жерге қосамыз. Сөйтіп белгілеп аламыз. Бүйтіп қарап тұрсаңыз, мына жерден мен 1,5 сантиметрдей ойып алдым. Мінекей жеңі, қарап тұрсаңыз, кеудесі, мына етегі, мына жеңі. Міне біздің матамыз мынандай. Біз бұны бұлай 2 бүктеп аламыз. Одан кейін және 2 бүктеп аламыз. Мінекей. Бүйтіп қарап тұрсаңыз, мынау астыңғы жағы, мына үстіңгі жағы. Бұны бұлай бүктейміз. Енді біз мына сызған декалымызды қойып, осыны қырқып аламыз біз. Міне етегін қырқып алдық. Енді біз кеудесін пішіп аламыз. Осы 2 бүктеген күйі кеудесін пішу үшін бірінші біз арқасын ап аламыз. Мына жерден мен тігіс қалдырып кетемін. Міне тігіс қалдырып тұрмын. Бұл арқасында біз тігіс болып, кішкентай балдардың бастары сыймайды. Сол себептен арт жақтан ашықтау қылып қалдыру үшін. Мінекей, оны да осылай сызып алып қырсаңыздар да болады. Мінекей, мына жерін енді артықтау болып кетті. Алып тастаймыз. Міне арқасы осыманан, арқа бөлігі осыман болды. Біз енді алдын пішуіміз керек. Алдын пішу үшін мына мен алдын ойып тастаймын. Алды арты осы лекалынан бірден пішіледі. Мінекей алып тастадым. Енді мен мынандай бүтін жағына қоямын. Үнемдеп пішсеңіздер де болады. Мінекей бұлай қойып, енді бұны сызып алсам болады. Мінекей, енді біз бұның алдын сәл ғана іштеріге қарай ойып аламыз. Бұл алды болғаны үшін. Мінекей, алдын алдым, арқасын алдым. Енді жеңін аламыз. Жеңі менің осы бір жерден шығады. Мінекей, осыны бұлай қойып, міне матамызды 2 қабаттан 2 жеңді шығарамын, бейт бүктеп. Мұна жеңіміздің лекалын алып, осы жерге сызып аламыз.
Mına ортасын белгілеп аламыз. Иығының тігісіне. Енді бұны ашамыз былай. Ашып, мына алдын 1,5 сантиметрден ойып алуымыз керек. Жаңа лекалдада көрсеткен. Сөйтіп бұны да белгілеп аламыз. Бұл алды екенін ұмытып кетпеу үшін. Мінекей біз уже жеңінде піштік. Енді бізге белдігін пішеміз. Байлайтын белдік алғым келіп тұр. Мына жерден қазір түзеп алайын атамды. Міне белдігіміз осы жететтем, осы жобада где-то 4 сантиметр екен. Мен 9 алдым. Мына жерден бұлай кесіп аламын. Бұл 2 белдік болады. Мен мына жерден кесіп тастаймын. Мінекей бұл белдігіміз. Міне енді бізге жағасына касабека аламын. Осы өз матасынан ала саламыз касабеканы. Касабека дегеніміз бұлай қиғаш қырқылғаны касабека дейді. Міне 4 бұрыштап қырқып. Осы жерден 3 сантиметрдей аламын. 3-тен де көбірек алсақ болады, өйткені қайтарылып артық жайын тең кесіп тастай саламыз. Мінекей жағасына касабека деген бүйтіп созылып тұрады. Міне барлық құрал саймандарын алып алдық. Қазір мен жазып көрсетейін. Мына касабекасы, мына белдігі, мына жең. Міне мынау алды. Мінекей. Міне алды, арты. Мына етегі. Міне етегі, арқасы, алды, ремені, касабека, жеңі. Міне осылай пішіп реттеп аласыздар.